Ассалаумағалейкум қазақтар. Екінші бөлім. Өкінішке орай, мен әрқашан не ойлайтынымды айта алмаймын. Кейде оны кеңестермен, мен шаралармен жасырын мәтінмен айтамын. Ескі Қазақстанда мен жаулардың қандай да бір арандатушылық дайындап жатқанын жасырын айттым. Менің 5-6 жыл бұрынғы әлеуметтік желідегі парақшамды қарап шығуыңызға болады. Сол кезде мені алыс елдер тыңдады. Мынаны көрші елдер тыңдады, билікке тыңдады. Бірақ тек біздің билік қана мен сөздерімді естіртпеді. Егер мен сол кезде мәжілісте болғанымда билікке ескертуімді жеткізе алар едім. Мұндай қателіктерді қайталамауға шақырамын. Өкінішке орай, ескі Қазақстанда көптеген мемлекеттік органдарға агенттер мен жаулар еніп кетті. Олар мен отаным Қазақстаны ашықтан ашық қарсы жұмыс істеді. Қаңтар арандатуының алдында жаулар шындықты айтқан қазақ жігіттерді түрмеге қамады. Өкінішке орай, жауларға қарсы шыққандар көп болған жоқ. Себебі біз патриоттар мәжіліске де басқа да мемлекеттік органдарға өткізбеді. Мұның немен аяқталғанын біз қаңтардағы қанды арандатушылықтың мысалында көрдік. Осы қаңтар арандатушылықтымыз салдарынан Қазақстан егемендігінен айырылып қалудың азақ алдында тұрған Қазақстан. Сондықтан біз ескі қателіктерді қайталамауымыз керек және мені құрылтайға сайлауға шақырамын. Біз патриотпыз, жауларымыздың арандатушылық ұйымдастыруына жол бермейміз. Біз қазір жаулардың Қазақстанның қатты әсер ететінін түсінеміз бәрі. Қазір әлі уақыт келген жоқ, біз оларға істей алмаймыз ештеме. Бірақ қарсылық қажет оларға. Сондықтан құрылтайға біз патриот болып өтуіміз керек. Мен өзім абырой ауған соғысы ардагерлері одағының төрағасымын. Абырой қоғамымызбен бірлесіп, мектептер мен университеттерде мыңдаған патриоттық іс-шаралар өткіздік біз. Біз бұл жұмыстың барлығын ақша үшін емес, жастарымызды патриотизм және өз отаны Қазақстанға деген сүйіспеншілік рухында тәрбиелеу үшін жасап отырмыз. Сондықтан мен сайлауда мемлекеттім мен халқымның қолдауына үміттенемін. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.